Ассаламуалейкум достар. Бүгін дұрыс тамақтанудың маңызы жайында сөйлесетін боламыз. Бүгін бізде 5-ші сабақ. Не үшін кәсіпкерге дұрыс тамақтану керек? Қалай ойлайсыздар? Тамақтану деген сіздердің энергияңызды үнемі көтеріп, өнімділіктеріңізді арттырады. Және де баршаларыңыздың шешім қабылдау қабілеттеріңізді көтеретін болады. Және де баршамыз орысша айтқанда эмоциональный устойчивость дейді ғой. Эмоциональный устойчивый боласыздар да, тұрақты және де стресстен арыласыздар. Міндетті түрде өздеріңіздің денсаулықтарыңызға қарап, өздеріңіз дұрыс тамақтанатын болсаңыздар, энергияларыңыз жанып тұратын болады. Үнемі көздеріңізден от жанып, үнемі осылай каждый сделкаға барсаңыздар да, қандай жұмысты бастасаңыздар да, отбасыңызға келген кезде де энергияларыңыз тасып тұратын болады да, осылай X1 емес, X10 болып жұмыс жасау үшін сіздердің міндетті түрде өздеріңіздің денсаулықтарыңызға, тамақтарыңызға қарағандарыңыз өте керек. Біз кит кәсіпкерлер қауымдастығында бір-бірімізді үнемі қолдап, бір ортада үнемі осындай жақсы бір дағдылармен, әдеттермен бөлісіп отырамыз. Бұл біздің белсенділігімізді, жақсы бір активный өмір сүруімізді және де қолдап отырамыз. Және де біздің кездесулерімізде өте көп. Мысалы, ағалармен бірге шай бауырлар деген жерде кездесеміз. Таңғы астарда кездесеміз, кешкі астарда. Біз үнемі осындай жақсы бір әдеттерімізді қалыптастырып отырамыз. Сіздер де өздеріңіздің бір жақсы бір орталарыңызда жақсы әдеттеріңізді қалыптастырып отырыңыздар. Осы мына біздің ортамызда да жақсы әдеттеріңізбен бөлісіп, бір-бірімізді жігерлендіріп отыратын болсақ, сіздер міндетті түрде өздеріңіздің жақсы бір өзгерген жақсы тұстарыңызға айланасыздар. Біз дұрыс тамақтануды қалай қалыптастыруымыз керек? Қалай ойлайсыздар? Бұрынғы заманда атпен жүретін замандарда негізі ол кездерде адамдар көп ет жейтін ғой. Көп ет жейтін, құртпен, таза, табиғи өнімді жейтін болғанда, сол кезде таза табиғи өнімді жеген кезде ол тез құртылып кететін болғанда, қазіргі заманда, қазір 21-ші ғасырда байқасаңыздар, магазиндердегі продукты бар ғой, өзді сүттің өзін қарасаңыздар, бір айға жетеді, ал негізі натуральный сүт онша жетпейді ғой, 2 күн, 3 күннен ашып кетеді. То есть табиғи емес, жасанды дүниелердің сондай тамақтарды біз ішіп жүрген кезде, ол біздің де организмімізден оңайшылықпен шықпайды екен. Сол үшін де біз қандай тамақ ішсеңіз де, осы дүниеге қатты назар аударуымыз керекпіз. Мейлінше табиғи заттар жеуге тырысуға. Неге біз жеміс жеуге тырысамыз, неге овощ жеуге? Ол әрине, ол табиғи дүниені сізге асқазаныңызға қорытылуға және де асқазаныңызда өзіңізге дефицит создавать етуге көмектеседі екен. Қазіргі заманда бәріміздің қарнымыз тоқ, қайғымыз жоқ, сондай болып кеткен кезде қозғалыс азайды. Қазір мысалы өзімнің жұмысым офистік жұмыстар. Әрине мен өзімді бір керемет бір спортпен айналысам деп айта алмаймын, бірақ та дұрыс тамақтану, суды ішу және де қозғалысына қанның айланымы дұрыс болу үшін ең бастысы жұмысқа және де кәсібіме келген кезде энергиямның жоғары болып тұруына соған аса мән беремін. Өйткені энергияңызды сіз контроль жасай алмайтын болатын болсаңыз, онда сіз жұмысыңызға үлгермейсіз. Өйткені мен сіздерге айтайын, организм деген және де организация деген ол екеуі бір сөз. Сіздің организміңізға, өзіңіздің организміңізге қарай алмайтын болсаңыз, онда сіз өзіңіздің организацияңызға қарай алмайсыз. Екеуі бір айна сияқты. Сіз өзіңіз қандай болатын болсаңыз, сіздің санаңыз қандай деңгейде болатын болса, онда организацияңызда дәл сондай деңгейде болады. Қалтаңыздағы, значит, ақшаңыздың деңгейде сондай деңгейде болады. Сол үшін міндетті түрде өзгерісті ең бірінші өзіңіздің санаңыздан, өзіңізден бастаңыз. Өзіңіз өзгерген кезде, өзіңіз жақсарған кезде, өзіңізге қараған кезде, өзіңізді жақсы көрген кезде барып, сіздің айналаңыздың бәрі өзгере бастайды. Сіз өзгеру керексіз ең бірінші очередь. Мен сіздерге қиындатпай, өзім диетолог емеспін, өзімнің тамағымның қандай дұрыс тамақтану керек деген сияқты дүниені Гүлнұр ханым, өзімнің жолдасым, сол кісі контроль жасайды. Ол кісі маған қандай тамақтарды салып береді,
сол бойынша мен тамақтанамын. Мысал үшін таңертең ерте тұрған кезде мен суды міндетті түрде ала кетемін. Қазір мына жерден оқып айтайын. Таңертең ерте ояна салысымен мен салмақты өлшеймін. Сағат 6:30 кезінде. 6:30-нан кейін біз бір стақан су ішіп аламыз. Бір стақан су ішкеннен кейін таңғы асқа барамыз. Таңғы ас ол обязательно правильный питаниемен Гүлнұр ханымның меню бойынша жасалынады. Одан кейін сағат 11-дің кезінде міндетті түрде бір алма немесе бір алмұрт бір перекустар жасаймыз. Содан кейін түскі ас. Түскі ас кезге дейін біз жолдасым екеуміз өзіміздің салмағымызға байланысты, менің салмағым 85 келі. 85 көбейту 0,3. Мен өзімнің шамалай бір 2 литр сағат 2-ге дейін суды ішуге тырысамын. Сіздің салмағыңыз қандай болса да, суды көбірек ішетін болсаңыз, сіздің денеңіз обезбоживаться етіп кетпейді. Значит, қаныңыздың дұрыс айлануына ең маңызды сіздің денеңіздегі су екен. Суды уақытында дұрыс беретін болсаңыз, өз организміңізге, дұрыс ұйықтайтын болсаңыз, және де денсаулығыңызға дұрыс қарайтын болсаңыз, энергияңыз шаршамай, үнемі жоғарғы деңгейде жүресіз. Және де сағат 4-тің кезінде перекус болады. Ал түскі обедке мен қандай нәрсе ішемін? Көбінесе ланчтар. Ланч деген первый, второй деген сияқты домашний тамақтар болады ғой, сондай тамақтардан біз ішуге тырысамыз. Содан кейін кешкі асты кешкі сағат 18:00 немесе 19:00-ге дейін ішуге тырысамыз. Соған дейін ішетін болсаңыз, көбінесе менің өзімнің ішетін тамақтарым ол чечевичный суп, жалпы суп, сұйық заттар ішуге тырысамын кешкі жуық. Болмаса, одан ары қарай қалып қалған болсам, онда мен тыйылуға тырысамын. Өйткені өзіңіздің организміңізға кешкі 18 немесе 19:00-ден кейін тамақ ішуді тоқтататын болсаңыз, ол уже организміңіз күні бойы потребление тамақты қорытуға дайындала бастайды. Сол кезде сіз өз организміңізға өзіңіз дефицит создавать етесіз, содан кейін организміңіз дұрыс жасайды. Сіз өзіңіздің асқазаныңызға 100% тамақ емес, 70-80% ғана тамақ беретін болсаңыз, сол кезде сіздің ертеңінде байқайсыз, 1-2 күннен кейін энергияңыз өзіңізден өзіңіз көтеріле бастайды. Мына шаршап тұру, әлсіздік деген сияқты дүниелер бар ғой, ұйқыңыз келе беретін, таңертең оянғыңыз келмейтін деген дүниенің бәрі осы кезде кетеді. Осы дүниеге міндетті түрде қараңыздар, сол кезде сіздердің шаршамай тұратын боласыздар. Және де сіздерді шаршамай таңертең ерте жұлып оятатын нәрсе ол сіздің бір арманыңыз. Сіздің бір ниетіңіз, бір Алланың разылығы үшін деп, или жалпы өздеріңіздің кез келген бір армандарыңыз болатын болса, өздеріңіздің бір мақсаттарыңыз болатын болса, ол бірінші сабақта мақсат қоюды жазған болатыныз. Мақсаттарыңыз айқын болған кезде сол мақсаттарыңыз сіздерді таңертең ерте оятатын болады. Сіздерге үй тапсырмасы. Сіздерге қиындатпай, таңертең ерте оянған кезде таңғы асқа қандай тамақ ішіп жүрсіздер, соны фотоға түсіріп, және де өздеріңіздің ішіп жүрген суларыңызды бірге қойып қойыңыздар, бірге фотоға түсіріп, бізге Алла жазса, мына тапсырма бөліміне жібересіздер. Иншалла, Алла тағала баршаларыңызға береке берсін, денсаулықтарыңыз аман болсын, отбасыларыңыздың денсаулықтарына қарап, Алла тағала баршамыздың осындай дамушы ортамызға берекетін берсін.